Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айдана. Бүгін асқабақтан жасалу жолы өте оңай самса жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қамыры песочный болып шығады. Ең алдымен ұнымызға тұз бен разрыхитель салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне мұздатылған сары майымызды теркадан өткізіп алып, ұнымызға араластырамыз. Осылай ұнымызды ұнтақтап аламыз. Осылай ұнтақтап болған соң үстіне қаймағымыз бен жұмыртқамызды салып қамыр илейтін боламыз. Біздің самсамыздың қамыры, яғни тестасы песочный болып шығады. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 10 минутқа холодильникке салып қоямыз. Сол аралықта начинкасын дайындайтын боламыз. Асқабаққа пиязды қосып, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Начинкасы өздеріңіздің қалауларыңызша етпен жасасаңыз да болады. Міне бізді қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Кейін оны дөңгелектеп дайындап аламыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Осылай домалақ етіп жайып, жайып болған соң, осылай вилканың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп шеттерін басып шығамыз. Сосын пышақпенен осылай кесеміз. Дәл видеода көрсеткендей етіп, ұштарын осылай түйіп шығамыз. Осылай ішіне начинкасын салып, видеода көрсеткендей етіп, осылай шеттерін басамыз, кейін оны орап түйіп шығатын боламыз. Барлық самсамыз түйіп болған соң бетіне жұмыртқаның сәрісін жағып шығамыз. Қалауларыңызша бетіне күнжітпен мақта араластырып, осылай істеп шықсаңыздар да болады. Қызып тұрған пешімізде 170 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Міне осымен біздің самсамыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.